Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз халықаралық қауіпсіздікке төнген қазіргі кездегі қауіп-қатерлер. Жоспар бойынша бірінші халықаралық қауіпсіздік жағдайлары, екінші терроризм жайлы, үшінші фундаментализм, экстремизм, босқындар. Халықаралық қауіпсіздікті мына жағдайлар айқындайды. Халықаралық қауіпсіздік халықаралық қатынастар жағдайынан қалыптасады. Ол тек қана халықаралық бейбітшілікті ғана қалыптастырмайды, сонымен қатар пайда болған жанжалдарды бейбіт түрде шешеді. Халықаралық қауіпсіздік мемлекеттердің түрлі ынтымақтастығы жағдайында және халықаралық қатынастардың әртүрлі салаларына ғана мүмкіндік болады. Барлық мемлекеттердің халықаралық тәртіп шараларына байланысты өздерінің тәуелсіздіктерін, дербестіктерін қалыптастыру арқылы қолдануға және қамтамасыз етуге мүмкіндігі болуы тиіс. Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету халықаралық тәртіп жағдайындағы халықаралық құқықтардың негізгі ұстанымдары мен жалпыға ортақ қағидаларын сақтау арқылы ғана жүзеге асады. Қазіргі жағдайда халықаралық қауіпсіздікке сепаратизм, терроризм, фундаментализм, экстремизм, босқындар мәселесі секілді түрлі қатерлер қауіп тудырады. Сепаратизмнің қалыптасуына халықтардың құқығының бұзылуы, этникалық және діни азшылық өкілдерінің қысымға ұшырауы алғы шарт саналады. Мұндай жағдайда сепаратизм халыққа бірден бір құтқарушы күш секілді ықпал етіп, белең алып кетуі мүмкін. Отаршылдыққа қарсы күрес жүргізіп, жаңа мемлекет құру барысында сепаратизм осындай рөлге ие болады. Австро-Венгрия, КСРО, Югославия, Чехословакия секілді мемлекеттердің ыдырауына ерекше ықпал етті. Бүгінде сепаратизм дамыған өркениетті мемлекеттер мен дамушы елдерге күрделі қиын мәселелер туындауда. Кейінгі зерттеу деректеріне сай, әлем сепаратизмнің 50-ге жуық ошағы бар екені белгілі. Сепаратистік қозғалыстар мақсаттарына қарай бөлінеді, оны қолдаушылар осы ұстанымдар үшін күреседі. Сепаратистер мемлекет тыныштығына, халық бірлігіне қауіп төндіреді, оған күрес тәсілдеріне этникалық тазалаулар, кепілдікке адам алу, лаңкестік әрекеттер секілді ауыр қылмыстар жатады. 1984 жылы сикх сепаратистерінің қолынан Үндістанның премьер-министрі Ганди қаза тапты. 1991 жылы тамил сепаратистері сайлау науқаны кезінде Үндістанның премьер-министрі Гандиді өлтірді. Сепаратистік қозғалыстар мен ұйымдар әлемге кең таралып, өзара бірігіп, бір қатар аймақтық, әлемдік және халықаралық ұйымдар құрды. Осы ұйымдардың ішіндегі ең ірісі өкілдігі жоқ ұлттар мен халықтар ұйымы. Сепаратистер бұл ұйымның Біріккен ұлттар ұйымының аналогы ретінде көрсетеді. Терроризм экономика бағытында жылдам өзгерістер барысында туындаған қайшылықтар және осы өзгерістерді қоғамдық құрылымдарды қабылдай алмауы. Сондай-ақ халық арасындағы әлеуметтік теңсіздік артуы, қылмыстық көбеюі және қоғамдағы қорғаныстың төмендеуіне соқтырады. Қазіргі көптеген мемлекеттерде орын алған осындай қарама-қайшылықтар терроризмнің дамуына жол ашады. Терроризм бұл қоғамдағы экономикалық, саяси және әлеуметтік тұрақсыздықтың салдары. Терроризмнің субъектісіне жекелеген адамдар, үкіметтік емес кәсіби ұйымдар жатады. Терроризмнің объектісіне жекелеген мемлекеттік қызметкерлерді қамтыған билік пен жеке тұлғалары бар қоғам, жеке меншік және мемлекеттік мүліктер, инфрақұрылымдар, тіршілік үшін қажетті жүйелер жатады. Терроризмнің мақсаты террористер қалаған жағдайға қол жеткізу, оған қоғамда тұрақсыздық туғызу, басқа мемлекеттермен соғыс өртін тұтандыру, кейбір аймақтарда дербестікке қол жеткізу, биліктің беделін түсіру, билік тарапынан саяси келісімдерге қол жеткізу және тағы басқа осы секілді маңызды мақсаттар жатады. Терроризм мемлекетке қарсы күштер мен ұйымдардың заңсыз күш қолдану әрекеттері. Терроризм билікке
соққы жасап, мемлекеттегі саяси жүйені күйретеді. 1960 жылдардың соңында Жапонияның Қызыл әскер атты террористі құйым Жапонияда лаңкестік әрекеттер жасап, мемлекет қауіпсіздігіне қатер төндірді. Осы террористік ұйымның мүшелері 1975 жылы Лод әуежайында қанды қырғын жасап 25 адамды өлтіріп, 72 адамды жарақаттайды. Олардың бұл әрекеті әлемнің назарын өзіне аударды, кейіннен ұйым талқандалып, Жапониядан қоныс аударды. Олар өз әрекеттерін алғаш Европада, кейіннен Азияда жалғастырды. 2001 жылдың 11 қыркүйегінде ақш-та орын алған лаңкестік әрекеттен соң терроризм бүкіл әлемдік өркениеттің ең басты қаупі деп жариялады. Ал оны жою әлемдік қауымдастықтың ең басты міндеті болып саналады. ақш терроризмге қарсы халықаралық коалицияның жетекшісі болды. Бұл кезеңде қанат жайып үлгерген терроризм өз әрекеттерін кеңейте түсті. 2006 жылы Аль-Каиданың қатысуымен Ирак Ислам мемлекеті ұйымы құрылды. 2013 жылы Ирак пен Левантадағы бір ислам мемлекеті деп атауын өзгертті. Бұл ұйым 2014 жылы Ирактың солтүстік және батыс аудандарына, Сирияның солтүстігіне кең ауқымды шабуылдар жасап, өздері басып алған аймақтарда сунниттік ислам мемлекеті халифат құрылғанын жариялады. Террористік ұйым әрекеттері бүкіл әлемде кең таралды. Олар ортағасырлық жабайы заңдарды орнатты, әйелдерді күндікке салды, ерлерді өздерінің қатарларындағы соғысуға мәжбүрледі, басқа діннің өкілдерін қуғын-сүргінге ұшыратып жазалады. Исламдық мәдениетке жатпайтын ескерткіштерді толығымен қиратты. Өздері басып алған аймақтардағы қазба байлықтарды заңсыз түрде сатып, мұнай саудасымен айналысты. Одан түскен қаржыға қару-жарақ сатып алып, өздерінің қатарларын жаңадан келген содырларымен толықтырып отырды. Фундаментализм философиялық, моральдық және әлеуметтік ағымның әсері. Ол белгілі бір ілімнің бастапқы идеясы, ұстанымы, құндылығын сақтауды қолдайтын, олардың дамуы барысында пайда болатын өзгерістерді жоққа шығаратын, алғашқы таза күйін қалпына келтіріп, негізге оралуды талап ететін қоғамдық идеологиялық діни көзқарас. Фундаментализм өзгерістер енгізуге, жаңартуға, күш қолдану құралдары арқылы қарсы тұрады. Ол қазіргі қоғамдағы жаһандану және секуляризация процесінде қарсылығын білдіріп отырады. Фундаментализм барлық дүниетанымдық идеялардың бастапқы мәнінің оралуын қадағалайды. Фундаментализмнің негізі сенімнің мәні еш өзгеріссіз қалады дегенге сену. Фундаменталистердің идеалы еркіндіктің, жеке бастамалардың барлығына тыйым салу, адамдардың өмірінің барлық бағыттарын реттейтін билікке мойынсыну. Фундаменталистер жоғарғы биліктің жарлықтарын талассыз және өзгеріссіз орындауы қайта жаңғырту қажет деп санайды. Фундаменталистер азаматтың әлсіздігі, адамды зұлымдықтың алдында жеңіліске душар етеді, сондықтан бастапқы негізге оралу қажет деп санайды. Фундаментализм авторитарлы әдіс арқылы тәртіпті қалпына келтіруге кепілдік береді. Фундаментализм авторитарлы, өйткені ол адамдардың бақылауында ұстауға қызмет етеді. Ол тек қана беделді жүйеде жұмыс жасайды. Өйткені тек олар ғана үстемдікті орнатады және оны қолдайды. Фундаментализм тағы бір түрі діни фундаментализм. Оның негізгі міндеттерінің бірі қоғамда үстемдікке ие болатын діни құрылымдарға қайта оралу. Діни фундаментализм негізгі идеологиялық қағидалары мыналар болып саналады. Бірінші, діни қасиеттікті таптарды жазалған қағидаларды қатаң сақтау қажеттілігі. Екінші, қасиетті жазбаларды сынауға, либералды түсіндіруге жол бермеу.
Фундаментализм әсіресе исламда, христиандықта, иудаизм мен индуизмде ерекше көрініс береді. Экстремизм, латынша экстремис, соңғы дегенді білдіреді. Іс әрекеттің ең қатаң көзқарасы және әдісіне бейімділік деген мағына білдіреді. Экстремизм бұл әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік және діни айырмашылықтарды қоздыру, адамдар мен азаматтардың олардың қандай да бір әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік топқа және діни, тілдік жағдайларына қарамастан бостандықтары мен заңды мүдделері құқығын бұзылуы. Азаматтардың құқықтарын білдіретін күш қолдану немесе қандай да бір қатер төндіру арқылы кедергі келтіру. Мемлекеттік органдар мен қоғамдық, діни және басқа да ұйымдарды заңды қызметтерін күш қолдану немесе қатер төндіру арқылы кедергі келтіру. Конституциялық құрылымды күш қолдану арқылы өзгерту және мемлекеттің тұтастығын бұзу. Әлеуметтік, саяси, идеологиялық, ұлттық, нәсілдік, діндік жек көрушілік пен жауласу себептеріне орай қылмыс жасау. Экстремизмге жекелеген адамдарда, сонымен қатар саяси ұйымдар бейім болып келеді. Саяси экстремистік әрекеттерге тәртіпсіздік ұйымдастыру, террористік қимылдар мен партизандық соғыс жүргізу жатады. Экстремизмнің өршуіне әлеуметтік, экономикалық дағдарыстар, халықтың басым бөлігін тұрмыс деңгейінің күрт құлдырауы, биліктің оппозицияны басып жаншуымен, басқа көзқарастарды қудалауы мен секілді тоталитарлық саяси шешімдер арқылы ықпал етеді. Мұндай жағдар экстремистер үшін соңғы қадамдарды жүзеге асыратын мүмкіндік болды. Босқындар, түрлі жанжалдар әсерінен әскери қақтығыстар, әлеуметтік экономикалық теңсіздіктер, адам құқығының бұзылуы, табиғат апаттары, климаттың өзгеруі секілді түрлі жағдайлар адамдардың өз мемлекеттерін еріксіз тастап, босқын атануына мәжбүр етеді. Босқындар мәселесі бүгінгі таңда әлемдік қауымдастықтың алдында тұрған ең өзекті мәселе. Босқындар арасындағы ең қорғансыздар қатарында жататын әйелдер мен балалар, олар босқындардың 80%-ын құрайды. Босқындар қорғансыз топқа жататындықтан әрі өзге елдің адамдары болғандықтан олар ұлтшылдардың басты нысанына айналған. Үйге тапсырма: сепаратизм, терроризм, фундаментализм, экстремизм, босқындар жайлы эссе жазып келу. Қош сау болыңыздар.